Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен алғаш рет дайындалғаннан мінсіз болып шығатын француз круассандарының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте сәтті және де қарапайым рецепт, қолда бар ингредиенттермен жасалады. Ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа жылы сүт пен жылы суды құйып, үстінен дрожж және де қант салып, жақсылап араластырамыз. Енді біздің ашытқы кішкене 15 минуттай тұру керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минут күтеміз. Міне осындай болып бетінде көпіршіктер шығу қажет. Одан соң жұмыртқаны, сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды електен өткізіп салып, қамыр илейміз. Ұнымызды електен өткізіп салу өте маңызды. Електен өткізіп салсақ, круассандарымыз өте әдемі болып көтеріледі. Қамырды илеп болған соң, бетін пакетпен немесе пленкамен жауып, тағы да 45 минутқа қойып қоямыз. Қамыр осылай көтерілу керек. Қамырды 10 шақты бөліктерге бөлеміз. Домалақтаймыз. Одан соң қамырларымызды біртіндеп алып, жаямыз домалақ қылып. Мына жақта қамырларымыздың бетіне міндетті түрде сүлгі жауып қоямыз, беті қаязып қалмас үшін. Осындай қалыңдықта жаямыз, шамамен 3 мм-дей. Барлық қамырды осылай жайып шығамыз. Мен қамырларды бір-бірінің үстіне салып қойдым. Арасына ұн жақсаңыздар, қамырлар жабысып қалмайды. Одан соң біртіндеп алып, арасына осылай бөлме температурасында тұрған сары майды алып жағамыз. Бірінің үстіне бірін қойып, әрқайсысының ортасына сары май жағып шығамыз. Мінекей жағып шықтық. Енді ең соңғысының үстіне сары май жақпаймыз, өйткені қазір оқтаумен жаятын боламыз. Осылай қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Одан соң қамырымызды осы видеода көрсетілгендей бөліктерге бөлеміз.
Менде шамамен 18-20 бөлік шықты. Енді круассанның үлкен болу үшін әрқайсысының ортасын осылай кесіп шығамыз. Және де осы видеода көрсетілгендей етіп әдемілеп ораймыз. Круассандардың арасына өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сгущенка, варенье салсаңыздар болады. Ал ештеңе салмасаңыздар да өте дәмді болып шығады, өйткені бұның құрамына қант қосылды. Одан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Мінекей біздің круассандарымыз пісіп шықты. Өте үлкен, өте әдемі, орысша айтқанда пышный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.